Сәлем барлықтарыңызға. Мен бүгін сіздерге смайликтер арқылы сөзді тап ойынының екінші бөлімін түсірдім. Өйткені алдыңғы бөлімде бұл видеом жақсы қаралымға ие болып, менің осындай қызықты әрі логикалық тапсырмалар, сұрақтар түсіруіме үлкен құлшынысымды арттырды. Сол үшін тағы да осы видеоның екінші жартысын дайындадым. Олай болса, біз бастаймыз. Қандай сөз? Бірінші. Тас бауыр. Бұл сөзді сіз білуіңіз керек. Шар айна. Жарайсыз. Келесі. Қандай сөз деп ойлайсыз? Құс мұрын. Өте жақсы. Келесі. Қара жорға. Дұрыс таптыңыз. Ал бұл қандай сөз? Отбасы. Таба алдыңыз ба осы сөзді? Келесі. Жол аяқ. Өте жақсы. Келесі қандай сөз? Жез қайық. Таба алдыңыз ба? Келесі сөзге көшейік. Оп-оңай сөз деп ойлаймын. Ақ қоян. Өте жақсы. Ең оңай. Қаланың аты. Алматы. Өте жақсы. Келесі. Тағам, тамақ деп те айтсақ болады бұны. Бес бармақ. Беш бармақ деп те айтамыз. Келесі. Өлең бұл, яғни қызыл өрік. Келесі. Бұл да алты бақан. Жарайсыз. Өте оңай. Бұны таба аласыз деп ойлаймын. Ит мұрын. Өте жақсы. Келесі. Балапан. Жақсы. Ал бұл сөзді таба аласыз ба? Қара торғай. Жақсы. Келесі. Жердің аты бұл. Қара су. Өте жақсы. Ал бұл сөзді таба аласыз ба? Аяқ киім. Келесі. Ойланайықшы. Іздабан. Ал келесі сөз тауып көрейік. Қара бура. Молодцы. Келесі. Жол аяқ. Өте жақсы. Келесі. Күшті жер негізі, бұны тапсаңыздар. Бал қарағай. Өте жақсы. Бұл да қаланың атауы, табиғаты өте керемет. Көкшетау. Жарайсыз. Бұл қандай сөз деп ойлайсыз? Бастау. Ал бұл сөз таба аласыз ба? Қармақ, яғни балық аулайтын. Келесі.
Бұл да оңай сөз, мұқият қарасаңыздар. Басқару. Ал мынау ше? Айдың аты ең соңғы ай. Желтоқсан. Жарайсыз. Келесі. Бұл қандай сөз? Сары шөл. Өте жақсы. Мынау қандай сөз деп ойлайсыз? Алтын көпір. Өте жақсы. Ал бұл келесі қандай сөз бізде? Сары су. Жарайсыздар. Келесі сөз табайық. Жердің, таудың аты? Алатау. Жақсы. Өте жақсы. Ал мынау ше? Басшы. Өте жақсы. Сіздерге мен бүгінгі құрастырған логикалық тапсырмаларым ұнаса, лайк басып, маған комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Көп рахмет.